Саламатсыздар ма? Жапонияда 15 жыл тұрып Қазақстанға келген Жадыра қызымызбенен циклды сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұған дейін біз Жадыраменен Жапониядағы өмір сүру салты, дәстүрлері, халқының психологиялық портреті және Жадыраның ондағы көріп білгендері, түйгендері жайлы үлкен әңгіме бірнеше циклды сұхбат жарияладық. Ол парақшамызда тұр, ашып қарауларыңызға болады, лайк басып, пікір жазуларыңызға болады. Қоятын сұрақтарыңыз болса, Жадыра қайтадан Жапонияға кетіп қалмай тұрған уақытта тағы да қойып қалыңыздар. Біз одан ол сұрақтың жауаптарын алып қалайық. Ал бүгінгі әңгімеміз Жапониядағы білім жайлы болмақ. Жалпы Жапониядағы білім жайлы сіздер не ойлайсыздар, құрметті көрермендер? Мысалы, балаларыңызды Жапонияға жіберіп оқытқыларыңыз келсе, қандай сауалдардың жауабын іздейсіздер, не білгілеріңіз келеді? Біз енді бүгін негізгі сұрақтарды қойып көрейік. Егер де сіздердің тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, тағы да комментарийға қалдырыңыздар. Қош келдің, Жадыра. Бүгінгі алғашқы қоятын сауалым мынандай. Сен Монғолияда туып өстің. Монғолияның білім жүйесін жақсы білесің. Қазақстанға қарағанда. Қазақстанға жаңадан келіп жатырсың ғой. Сол Жапония менен Монғолияның білім жүйесін салыстырған уақытта қандай айырмашылықтары бар? Негізі, әрине Жапон елі дүние жүзінде білім жағынан алға жүрген мемлекет деп ойлаймын. Сондықтан салыстырғанның өзінде де оған жетпейтін заттар өте көп. Білім саласында жаңағы бастауыш сыныптан болсын, ортаңғы сыныптан болсын, соңғы таусатын бітіретін сыныптан болсын, әртүрлі айырмашылықтар жермен көктей. Балабақшалар негізінде бізде оқу министрлігіне қарайды ғой, білім министрлігіне қарайды. Ал Жапонияда еңбек министрлігіне қарайды екен. Неліктен олай? Сонда 6 жасқа дейін баланы қандай еңбекке тәрбиелейді? Не істей алады 6 жасқа дейінгі балалар? Біз ойлаймыз, 6 жасқа дейін балалар ештеңе істей алмайды деп, бірақ олардың қолынан барлығы келеді. Келеді. Мен өз басым, мен 6 жасымда қазанға нан жапқанмын. Бірінші рет. Сол келеді. Біз ойлаймыз, бір 4-5 жастағы қызымыз мысалы ыдыс аяқ жуып жасайтамыз. Ой, ана шағып тастайсың, ыдыс жума, мен жуам деген секілді оны басып тастайды. Оны жуғызу керек, мейлі чақсын, еңбек етсін, соны білсін, жуудың қандай қиыншылық екенін түсінсін. Сондай міндетті түрде еңбек істету керек. Ал тағы бір қызық жағдайдар, жапондықтар расымен де үйдің жұмысын тек қана мамасы жасамайды. Үйдің жұмысын балаларына бөліп береді. Өзінің жасына сәйкес, өзінің істейтін күш қуатына сәйкес, осындай жұмысты сен істейсің, осы сенің міндетің деп бүкіл жұмысты міндеттеп қояды. Енді біз ауылда да ата-апаларымыз бізді жұмысқа тәрбиеледі ғой. Апам айтатын, істегенің маған жақсы дейді. Істеп бергенің маған жақсы дейді. Үйренгенің өзіңе жақсы деп айтады. Дұрыс айтқан. Сол сияқты бұрын біздің қазақтар сияқты ғой негізі. Баланы еңбекке тәрбиелейді. Енді 6 жасқа дейінгі жапон баласы не істей алады тағы да? Ыдыс аяқ жуа алады, үйді сыпыра алады. Өзінің киімдеріне өзі ұқыпты қарай алады. Қандай зат қай жерге қойып, қайтадан сол жерден алу керегін біледі. Сондай. Енді көп жұмыс істетеді деп айтпаймын, бірақ ондай кішкентай заттардан көп білім тәрбие алуға болады мысалы. 6 жасында бала мектепке барады екен. Ең бірінші балаға не үйретеді, қандай пәндерді береді? Мен алған информация бойынша, мен білетін бойынша 6 жасқа барған балаға бірден жаңағы математиканың негіздерін үйретеді екен, химия пәндерін, эстетиканы, тарихты, еңбектенуді, тағы да қандай тазалықты, тағы қандай пәндерді үйретеді? Адамгершілікті, шет тілін үйрете ма? Тарихты қай уақытта үйретеді? Жапон тарихын. Ең бірінші Жапонияда адам мен адамның қарым-қатынас жасау ол бірінші болып табылады. Сондықтан бірден 6 сыныпқа дейін ең маңыздысы өз тілінде сабақтар өтеді. Ешқандай шетел тілі кірмейді. Мектепте балалар өздері полды жуады, еденді өздері жуады.
Konnichiwa. Тамақты өздері бір-біріне салып береді, кезекшілік істейді. Асханадағы тамақты. Иә. Аспаздар дайындаған тамақты өздері бір-біріне салып береді. Бір-бірден салып, өздері дайындап, кезекшілікпен кәдімгідей қалаттарын киіп, қолбақтарын киіп, жаңа тазалық сақтап, барлығын кезекшілікпен жасайды. Бір күні жұмыс жасамай қалды деген жоқ мектепте. Міндетті түрде бір күн сайын бір жұмыс жасап тұрасың. Міндет туалетін өз тазалайды, мысалы дәретхана барлығын. Ешқандай жапондық мектептерде тазалықшы апайлар болмайды. Балалар өздері тазалай ма? Жаңа кішкентай балалар? Иә, өздері тазалайды. Барлығын. Тазалықшы апайлар жоқ. Солай ма? Жоқ. Иә, балалар өздері тазалайды барлығын. Жапония мектептері тегін ғой? Иә, Жапония мектептері тегін. Тегін оқытады. Ақылы мектептер жоқ па? Ақылы мектептер бар, олар жаңағы шетелден келген... Ол сұраққа біз ораламыз. Бірақ енді Жапонияда мектеп тегін болғанменен оқу құралдары, қолданатын заттары өте қымбат екен. Мысалы, мына баланың арқасына асынатын рюкзағы бар ғой, соның өзі $800 дейін тұрады дейді. Бұл не деген алтын рюкзак өзі? Иә, жапондық заттар өте қымбат болады, бірақ ол 6 жыл бойы керектенеді. 6 жыл бойы бір сөмкені. Қарай көр. 6 жыл бойы бір киімді киеді. Қайта-қайта сіз базарға барып киім сатып алмайсыз. Қайта-қайта базарға барып бір сөмкені сатып алмайсыз. Жыл сайын 9 айдың бірі, қыркүйектің бірі таяған кезде біз базарға жүгіріп, қаншама уақытымызды аламыз, энергиямызды жұмсаймыз. Жаңа базардан таңдау деген бар, балалармен бірге жүру деген бар. Оның барлығын экономить етіп, жүруді де, уақытты да, ақшаны да, мысалы, жыл сайын сіз ойлаңызшы, 6 жыл бойы. Тозып кетпей ме? Ол бір рюкзак 6 жыл бойы? Ешқашан тозбайды. Ол біткеннен кейін қайтадан сіз аукционға қойып сатуға болады ол сөмкені. Қойшы. Иә, рас айтамын. Ол сөмкені сол күйі қанша 6 жыл істесе де ұқыпты ұстайтын болып тұр ғой. Жоқ, ұқыптылығында емес, оның сапалығында. Сапасында ма? Ешқашан жыртылмайды, ешқашан дақ түспейді. Алтын рюкзак болып тұрған сол екен ғой. Қайтадан аукционға қойып сатуға болады. Өздерінің аукциондар бар. Немесе артынан інілері болса, інілері ұстайды ол сөмкені. Ешқашан тозбайды. Қарай көр. Мектеп құралдарының тағы да ешқашан тозбайтын тағы несі бар? Мүмкін кітабы да тозбайтын шығар. Иә, кітап, дәптер барлығын мектептен өздері береді. Өздері береді, тегін береді. Иә, қарындашпен. Негізі көбінесе жапон халқы қарындашпен жазады. Солай ма? Қалам керектенбейді. Қалам керектенбейді. Не себептен екен олай? Өйткені қарындаш теріс жазып қойсаң өшіруге болады. Кішкене балалар көп қателеседі, өшіруге болады. Ал қалам ол өшпейді. Жапонияда 1,5 жылдық, 2 жылдық тіл мектептері бар екен. Ол тек қана шетелден келетіндерге ғана емес, өзіндегі жапондықтарды да оқытатын тіл курстары бар екен. Мысалы, жоғарғы оқу орнына түсу үшін 1-ші сыныптан бастап, кішкентай кезінен бастап баланы сол жоғарғы оқу орнында пайдаланатын иероглифтерменен тілдің ерекшеліктерін үйрете бастап дайындайды екен. Ондай дайындықсыз тіпті жоғарғы оқу орнына түсу де қиын көрінеді. Ал енді шетелдіктердің тіл мектебіне келетін болсақ, енді ол да бұл да қымбат көрінеді. Мысалы, жарты жыл тіл мектебінде оқудың ақысы $3,000, жарты жыл. Ал жатақханаға ай сайын $300-500 дейін төлейді екен. Бұл енді жаңа жатақхананың оқу орнынан қай жерде алыс па, жақын ба орналасуына байланысты. Соның кейін барлық тіл мектебіне, шетелден келгендер тіл мектебіне, кирагана менен катакана жаңағы бұл алфавит
алфавитті үйренбей тіл мектебіне бару мүмкін емес екен. Демек, мынау шетелден барған балалар алдыменен жаңағы жапонның алфавитін біліп баруы қажет. Сосын жаңағы резиденттердің уақытша барып тұрып жатқан Жапонияға адамдардың тілінде үйрету курстары бар көрінеді. Осыларға кішкене кеңірек тоқтала кетші? Жапонияда тіл мектептері бар. 1 жыл, 1 жыл жарым, 2 жыл оқитын. Тілді оқығаннан кейін міндетті түрде университетке түспей-ақ жұмысқа кіріп кетуге де болады. Солай ма? Иә, солай. Мысалы, шетелден барып 1,5 жылдық тіл курсын, тіл мектебін бітірсе ары қарай жұмыс істей беруге бола ма? Институтқа түспей-ақ? Иә, жұмыс істеуге болады. Бірақ та, егер сен университетке түспеген болсаң, тек қана тілді ғана білетін болсаң, ол өзінің дәрежесі бар. Жалақың сәл-пәл арзан болуы мүмкін, басқалардан қарағанда. Аз болуы мүмкін. Ал университет тауысқан болсаң, жоғары болуы мүмкін. Ал ары қарай магистратура бітірген болсаң, одан да жоғары. Университеттен тауысқан адамдардан қарағанда, магистратура бітірген адамның жалақысы жоғары. Ал докторантура тауыссаң, одан да жоғары болады. Білім сапасына, өзіңдегі бар білімнің сапасына байланысты сенің жалақың да жоғары болады. Жапонияның білім жүйесінің артықшылығын айтып жатырмыз, кемшілігі қай тұсында? Білім жүйесінен мен кемшілік көре алмадым ба? Иә, өйткені Жапонияның білімі шынымен де расымен де әлемдегі ең мықты білім жүйесіне сай келеді. Бізде мысалы тез бітіре салсақ деп ойлаймыз ғой, бірақ та жапондықтарда бірден 12-ші сыныпқа дейін оқуың керек. 12 жыл бойы. Одан кейін барып университетке түсе аласың. Университетті тағы да 4 жыл оқуың керек. Барлығы 16 жыл болған кезде ғана магистратураға бара аласың. Міндетті түрде сондай жылдарды бітіру керек. Сондай жолдарды өтіп барып, сондай бір жетістікке сөйтіп жүргенде отбасын құра алмай қаласың дейсің ғой. Иә. Ал енді Жадыра Арудың өзі Жапонияның білім жүйесін қай деңгейде меңгерді екен, қандай жоғарғы оқу орнын тәмамдады, әлде болмаса тіл мектептерін тәмамдадың ба? Қандай дәрежеде жапондық білімің? Мен ең алғашқы барған кезде Жапонияға 6 жыл тіл оқыдым. Тіл мектебінде 6 ай, кешіріңіз. 6 ай тіл оқыдым. Одан кейін жасым жетпегендіктен университетке кіре алмадым. Менің жасым жетпеді ешқандай. Сол себептен... Және мектеп бағдарламасында бітірген жоқсың ғой? Сол себептен мектепке бардым. Мектепте 2 жыл оқыдым. 12 жылдық болып, одан кейін университетке бардым. 4 жыл университетте саясаттану мамандығы бойынша бітірдім. Аллаға шүкір. Ата-анамның арқасында, Алланың бір арқасында. Одан кейін 2 жыл тағы магистратура бітірдім. Ол жаңағы бала тәрбиесіне байланысты болды тақырыбым. Тағы бір 2 магистратурам бар. 2-ші магистратурам ол... Бір емес, 2 бірдей магистратураны бітірдің. Жапонияның білім деңгейін жоғары екен ғой, Жапония. Ол бизнес, дизайн, бизнес менеджмент бойынша бітірдім. Ол мамандықты жаңа папам, әкем қалады, бизнесмен бол деп. Жапонияның иероглифтері көп қой. Қытайдікі секілді. Оның әрқайсысы әртүрлі мағына береді. Білім дәрежең өскен сайын көп иероглифтерді меңгересің. Өзің бір қандайда бір иероглифтерді танымай қалатын, білмей қалатын жағдайлар кездесе ма? Барлық күрделі әдебиеттерді оқи бересің ба? Жапон тілінде? Әрине кездеседі. Ол мен ғана емес, ұстаздардың ішінде де кездеседі. Оқи алмай қалсаңда, бірақ міндетті түрде мағынасын білесің. Сондай кездер болады. Көбінесе. Оқымасаң да оны түсінесің бәрібір. Сонда қалай жапондар өмір бойы иероглиф зерттеп, жаттап өте ма? Жаттап өтеді. Жапондықтардың шанда біреуі болмаса, шетелге барып оқығаныменен ол жерде қалып қалмайды. Сондықтан оларда шетелдіктердің Жапонияға келіп сіңіп кетуі деген ұғым жоқ. Иә. Бөтеннің аты бөтен, әр уақытта бөтен болып қалады. Сондықтан да жаңағы Жапонияға келген адамды, балаларды, жастарды олар
олардан жапон жасап алуға тырыспайды. Мәселен, біздің Қазақстанның жастары Мәскеуге барып оқыса, орыс болмаса да орысқа жақын болып кетеді. Англияға барып оқыса, сол ағылшынға сіңіп кетеді. Францияға барып оқыса, француз мәдениетіне сіңіп, сол жерге араласып кетеді. Бірақ жапонға жапон болып кете алмайды. Жапонға сіңіп кете алмайды. Сондықтан да ата-аналардың жаңағы алаңсыз балаларын Жапония оқытуға жібере беретіні содан болса керек. Мен дұрыс түсіндім ба? Иә, дұрыс, ол өте дұрыс. Себебі біз мысалы Жапонға ұқсап бара жатсам, жапондықтар айтады: сен не үшін бізге ұқсайсың? Сен өзіңнің ұлттың салт дәстүрің бар ғой. Бізге ұқсап керек емес дейді. Адам ашық айтады солай деп. Адам әр ұлттың өзінің ерекшелігі болады. Сол ерекшелікті сақтап қалған кезде ғана оған бақ береке құт қонады. Ол адам сол жерде ерекше болып тұрады, өзінің бір. Ал сен басқа ұлтқа ұқсағың келіп, басқа адамға ұқсағың келетін болса, онда сен өзіңді жоғалтқаның, өз ұлтыңды жоғалтқаның деп ойлайды. Ол өте дұрыс ой деп ойлаймын. Мен де сол ойдамын. Мен бір жапондыққа ұқсап кетсем, өмірдің мәні жоқ деп ойлаймын. Онысында жапондықтар 130 миллион әлемде. Енді мен оған барып бір қазақ барып жапондыққа ұқсайтын болсам, менің ұқсауыма олар қажет етпейді. Қажеттілігі жоқ дейсің ғой. Қажеттілігі жоқ. Керісінше жапондықтарды қазақтарға ұқсатуға, олар бізден жаңағы білім саласынан болсын, үлгі өнеге алса екен деп ойлаймын. Сол үшін күшті адам болу керек. Жапондықтар өзінің ұлттық болмысын жоғалтпастан басқа ұлттардың жақсылығын меңгеруге тырысады. Солай ма? Дәл солай. Өзің де 130 миллион жапондықтардың ішінен жапон болып кетпей, аман сау елге оралғаның үшін саған мың алғыс айтамыз. Рахмет, алғыс. Сіз не үшін оған рахмет айтасыз? Негізі мен өзім қазақ болып туғандықтан, жадыра болып, жаңа ата-анам барлығы қазақ болғандықтан, қазақ ұлты болғандықтан, мен өзім қазақты сүюім керек, ол міндет деп ойлаймын. Өзімнің бойым, енді жапондықтар мысалы жапон ұлтын сүйіп отыр, ол жай нәрсе. Ал мен неге жаңағы ұлтымды сүйгенім үшін біреуге мысалы рахмет айту керек? Ол әр адамның бойында табылу керек қасиет деп ойлаймын. Әр адам өзінің ұлтын, өзінің тілін, өзінің дінін, жаңағы өзінің ұлтына құрмет ету жай, ол дұрыс, жай бір есі дұрыс адам солай болу керек деп ойлаймын. Қайдан білейін, біз кейінгі жылдары өзімізді жоғалтып бара жатқан сияқтымыз, содан кейін рахмет айтып жатқанымыз ғой. Ендеше басқа нәрсе үшін рахмет айтайын. Осылай ойлай білгенің үшін рахмет. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біз міне осыменен бүгін Жапонияда 15 жыл тұрып Қазақстанға келген Жадыра қызымызбенен болған 4-ші сұхбатымызды тәмамдаймыз. Бұған дейін біз талай мәселелерді көтердік. Ал енді бүгінгі Жапониядағы білім жүйесі туралы не ойлайсыздар, қандай ойларыңыз бар, балаларыңызды Жапонияға жіберіп оқытқыларыңыз келе ма, келсе неліктен, осы жайлы комментарийға қалдырып кетулеріңізге болады. Осыменен бүгінгі сұхбатымызды тәмамдаймыз. Аман сау болыңыздар.